Әрбір бала ұйықтаған кезде таңғажайып әлемге тап болады. Ерекше түс көреді. Бірақ хаос деген зұлым профессор өзіне қуат алу үшін жақсы түсті жайсыз, қорқынышты түске айналдырады. Сондықтан түс әлеміндегі көне сақшылар балалардың жақсы түстерін қорғау үшін ғажайып түс сақшыларына айналады. Джеки Чанның жаңа хикаялары. Жайсыз түстердің құдіретті пірі, өтінем маған батаңды бер. Өмірімдегі ең маңызды өнер табысымды іске қосуыма көмектес. Қожалық, сонша күттіргенің не? Жоспарымды бұзсаң, сазайыңды берем. Қандай керемет. Бұл тамаша әуен жақында көк аспаннан жаңғырық болып естіледі. Ғарыш өткелі арқылы бұл жерден кетіп, шынайы әлемге барам. Шынайы әлемге оралған соң, тойғанша дәмді ірімшік жеймін. Я. Не болды? Қожалық! Қожалық! Профессор, қуат жеткіліксіз. Әй, ақымақ неме, бар балаларға жайсыз түс көрсет. Оларды әбден қорқыт, маған көбірек қуат керек. Профессор, түс сақшылары пайда болғалы, жайсыз түстер деңгейі 99,9%-ға түсіп кетті. Қырсық шалғыр түс сақшылары, сендерге көресіні көрсетейін. Сонымен, достарымызды емдеу үшін бізге жаңа қару керек. Джеки Чанның жаңа хикаялары. Бұл жарысқа 11 ел мен жақын өңірден скейтборд әуесқойлары келіп отыр. Жарыс қызу өтіп жатыр. О, бұл Қытайлық Джеки ғой. Ол экстремалды спорт түрлері тарихындағы ең жас үміткер. Оның қимылдары ерекше, әбден машықтанғаны көрініп тұр. Ол ең үздік спортшылардың бақталасы. Саған қандай керемет! Саған. Қабілетті Джеки жарыстың ортасында кетіп қалды. Ол неліктен кетіп қалды екен, а? Керемет ақыл. Сәлем, Джеки. Жарыс қалай өтті? Дабыл белгісі соғылмағанда мен жеңетін едім. Келесі жолы жеңерсің. Кеттік. Жақсы. Түс сақшылары сабырлы болу керек, осыны біліп қой. Сен сабырлы емессің ғой. Мен сен сияқты емеспін. Көп нәрсені білем. Додо, мұна түрің түс сақшысы рөліндегі түріңмен мүлде үйлеспейді. Бәрі дайын. Кеттік. Не болып жатыр? Жаңа ғана көп қуат бөлінді. Бұл ғарыш өткеліндегі қуат деңгейінің тұрақтылығына әсер етті. Өткел түс пен шынайы әлемнің арасындағы жалғыз бұғын. Додоның рұқсатынсыз онда ешкім кіре алмайды. Әлде біреу жаңа өткел жасағалы жатыр ма? О, бұл сұрақтар өте оңай екен. Сынақтан жоғарғы баға алам. О, мен сынақ тапсырып отырмын ғой. Не болды? Сен бос парақ өткіздің, енді үлкен ек аласың. О, олай емес, мен барлық сұрақтарға жауап бердім.
Sınaqtan qulağım gelmeydi. Екі алғым келмейді. Öyle olmaya koyup. Sen bərber yek alasın. Ya, Aa, öz quvvatında jaysız tüstürdün, kudretli birine jiber. Көмектесіңдер. Aa. Жарайсың, қожалық. Жайсыз түстерден көп қуат жиналған соң бұл жерден кетем. Джеки Чанның жаңа хикаялары. Ойын сауық алаңа. Түстер мекеніне келген сайын әртүрлі көрініске тап боламыз. Өкінішке қарай балаларды қорқытатын жаман құбыжықтар бар. Көмектесіңдер. Біреу айғайлап жатыр. Жайсыз түс көріп жатқан сияқты. Sen korkup ettin ғой, ya? Ya, мұны кім істеді? Біз ғажайыпты сақшысымыз, Джеки. Және Мэй. Додо. Маған өшіргіш лақтырғаның не? Ой, тоқтайды. Тоқта. Я. Қашып кетем деп ойлайсың ба? Мұнымыз жарамайды, өзіміз шабуылдайық. Ал енді қайтер екенсің, Додо, маға пайдалы нәрсе берші. Ақымақ, жабысқақ таспаның дәмі қандай болатынын көр. Ой, бұл не тағы? Түс сақшылары құбыжық капсуланы жеңіпті. Бәсе, солардың іс екенін білгенмін. Шайқас уақытын кер айналдар. Олардың көздерін жой. Тезден! Құп, профессор. Қане, уақытты кер айналдар. Ақымақ адамдар, қорқыныш үрейді ешқашан жеңе алмайсыңдар. Бөлме құлайын деп тұр. Далаға шығайық. Қашайын дедіңдер ме? Бұл түс қой. Қайда қашасыңдар? Балақайлар, қайда барасыңдар? Мәссіқ. Жай тобы түс сақшылары түрленіңдер. Күшіміз артты. Шырмауық гүлдер. Aldanып қалдыңдар. Кезет менікі. Беттен сей. Мәссаған, бұл не тағы қандай жиркенішті? Саған ұнай ма? Қане, сазайымды бер. Ой, қырсық шалғыр, қазір таяқ жейсің. Сен аямай мұсқынсыз неме? Джеки. Джеки. Ақымақ, оған сиқыры мәсер етті. Ол ештеңе түсінбейді. Мен бұл баланың сазайын беремін. Джеки, ол ту сыртында тұр. Жарайсың, Джеки. Бұл мүлде қызық емес. Мен енді ойнамайым. Сендерге керегі осы болса, мінеки, алға!
Мен сені күшті деп ойлап едім. Ал енді үйіңе жөнелтейін. Дайындал. Алға. Джеки, не істеп жатырсың? Джей тобы, түс сақшылары, Джеки! Отто Айдахар! Оха! Қызық, әлгі құбыршық шын мәнінде көп кішкентай екен ғой. Демек, бұрынғы жауымыз профессор Хаус бірнеше жаңа өнертабыс ойлап тапқан екен. Ол мұны не үшін ойлап тапқан? Жайсыз түстерден көбірек қуат жинағысы келген. Мүмкін сол қуатты шынайы әлемге өтетін жаңа өткел салу үшін пайдаланғысы келген шығар. Жоқ, біз оны тоқтатуға барынша күш салуымыз керек. Не үшін? Жайсыз түстердің құдіретті пәрі. Неге үнемі кішкентай балалардан жеңіле берем? Мұның ешқандай маңызы жоқ. Мұдан да күштірек қару жасауым керек. Менің құпия қаруымды көресіңдер. Күтіңдер, түс сақшылары. Күтіңдер, бәлем. Көресіңдер. Балалар, тек ауыр еңбектің өтемі болады. Профессор Хаустың түстеріне кіруіне жол бермеңдер. Бірінші бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған 2018 жыл.